Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге ликвид дегеніміз не, консолидация дегеніміз не, ликвидті қайда жоғарыдан алды ма, төменнен алды ма, оны қалай білеміз, сол арқылы қалай дұрыс өзіміздің позициямызды ашамыз, сол туралы айтатын боламын. Ликвидность дегеніміз ол былай. Баға осы екі аралықта жүруі, бағаның өсетіні немесе түсетіні белгісіз болса, онда біз оны ликвид деп айтамыз. Яғни мына жерлерде ликвид болған, мына жерде бағаның өсетіні немесе түсетіні белгісіз. Осы екі аралық. Мына жерде кішігірім консолидацияға түсірген бағаны. Яғни бұл жерде, егерде дәл осы жерден сіз шорт позиция ашатын болсаңыз, онда сіз где-то $10 риск қоясыз, стоп қоясыз. Енді сіз шорт позиция ашып отырсыз ғой, баға өскен сайын сіз минусқа кіресіз, сондықтан көп минусқа кетпеу үшін где-то осы жерлерге сіз өзіңіз $10, может $5 рискке қоясыз. Ал төменгі жағында осы жерден, мына бір жерлерден лонг позиция ашатындар 10% $10, яғни рискқа осы жерге қояды, $10 стоп-лосс қояды. Стоп-лосс қалай қою керек екенін түсінбей отырған болсаңыздар, акцияның өсуінен және түсуінен қалай пайда табуға болады деген видео бар менде, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Яғни сіз сияқты мына жерде мыңдаған трейдерлер отырады, біреу өседі деп ойлайды бағаны, біреу түседі деп ойлайды, сөйтіп өзінің стоптарын қояды. Яғни крупный игроктар трейдерлерден ақшаны осылай жинайды. Мына жерде қаншама мыңдаған долларлар стопқа қойып қойды. Енді ликвидті жоғарыдан алды ма, төменнен алды ма қалай білеміз? Мына жерде ликвидті жоғарыдан алған. Яғни мына жердегі қаншама трейдерлердің стопқа қойған ақшалары биржаға кетті деген сөз. Енді ликвидті жоғарыдан алды, демек біз мына жерлерден шорт позиция аша берсек болады. Енді мына жерде ликвидті төменнен алған, мына бір жерлерде уже ликвидті енді төменнен алып кетті. Өйткені бірінші жоғарыдан жинап келді, мына жердегі стоптардың барлығын бірінші жоғарыдан алып кетті. Енді мына жердегі трейдерлердің ақшаларын, стоптарын төменнен алып кетті. Енді мына жерде ары қарай баға өседі деген сөз. Мына жерде де ликвид болған, мына жерде ликвидті жоғарыдан алып кеткен. Позиция ашатын кезінде осыған да мән бергендеріңіз дұрыс. Достар, егерде сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.